Мынандай, болады оны жеуге. Бұл былай мынандай нәрсе. Адам жамандық көрген уақытында садақа беру міндеттелген. Ондай жаман түс көретін болса, ең бірінші айту керек болған аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жаққа иыққа 3 рет түкіру керек. Білесіздер ғой оны. Түс көрген уақытта кез келген кейде көрінуі мүмкін, мен сенің атаңмын пәленше деп бір әруақ келуі мүмкін. Мынандай нәрсені жаса деп, адам ең бірінші істейтін ісі не болу керек? Аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп сол жағына 3 рет түкіру керек. Бірінші нәрсе. Немесе бір жаман түс көрді, бір қорқынышты дейік, адам біреудің бір қайтыс болғанын көрді, немесе отбасының бір бәлеге ұшырағанын көрді дейік, сондай жағдай болса, адам бірінші айтатын сол Аллаға сыйынуы, екіншісі садақа берсін деген. Біздегілер жетінам Құдай садақа ғой, үнемі соны істеген. Ол айтты, жаңаға бәле келмесін деген мақсатта ол, жаңаға шелпек пісіріп таратады. Бұл қалай, бұны дұрыс білуіміз керек. Қазіргі күнде шелпек деген нәрсен қадір қалмады шынында. Ешкім берсеңіз де жемейтін болды, жеуге бола ма, болмай ма деп күмәнданатын халге келіп жатырмыз. Неге? Бұрынғы уақыттарда шелпек деген ұн деген тапшы болған ғой. Біздің елде мүлдем ет мал бар, ұн жоқ болған. Ет жеген рас, бірақ қамыр деген әшейін түбінде бар болса бар, жоқ болса жоқ. Сонда көреміз. Соны кейіннен келе-келе ең қымбат нәрселер ұн болғанай, соны әйтеуір жаңағы шелпек пісіріп, шелпек қып, соны таратқан. Бұл садақа негізінде. Ең қайырлы, ең қымбат нәрсені берген. Қазір ғой енді ол нан көп, ұн көп болғаннан кейін, ол нанның қадірі болмай қалды. Ана мысалға мүшел жасқа толған кезде өзіңе ұнайтын бір киіміңді бер дейді ғой біреуге. Бұл неден? Бұл киіммен жасалған садақа бұл. Ең жақсы көретін нәрсені бер дейді. Бұл не екен? Садақа. Бүкіл нәрсе садақа. Бір нәрсесі бір мал Құдайы дейді, бірден садақа арнайды. Біздің негізі дәстүрімізде қарап отырсақ, барлығы садақаға құрылған толығымен. Садақа жасау, жаңағы бұлай ақшалай беру бар, нанмен беру бар, киіммен беру бар, малмен беру бар. Әйтеуір түрлі жолдан баршасымен садақаға құрылған. Бұның бәрі садақа. Болады, ештеңе етпейді. Әл-Мәруа, Алла Тағаланың қонақтарына жүйелі әрі сапалы қызмет көрсету біз үшін үлкен абырой.